Құрметті азаматтар, мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес, Ішкі істер министрлігі басқа мемлекеттік органдармен бірлесіп, ағымдағы жылдың 23 қаңтарынан бастап, елімізге 2022 жылдың 1 қыркүйегіне дейін әкелінген шетелдік автомобильдерді заңдастыруды жүргізуде. 16 маусымдағы жағдай бойынша 161 мың автомобиль заңдастырылды, тағы 13 мыңнан астамы тіркеуді күтуде. Сондай-ақ, ағымдағы жылдың 22 мамырынан бастап, 7 мыңға жуық автомобиль конструкторлар қазақстандық есепке қойылды. Өздеріңіз білетіндей, заңдастыру аяқталғанға дейін 2 апта қалды, ағымдағы жылдың 1 шілдесіне дейін. Көптеген азаматтар өз көліктерін заңдастыруға үлгермей қалуы мүмкін деген алаңдаушылық білдіруде. Осыған байланысты, ағымдағы жылдың 1 шілдесіне дейін өтінім берген Қазақстанның барлық азаматтарына көрсетілген мерзімнен кейін автомобильдерді заңдастыру құқығы берілетінін хабарлағым келеді. Бұдан басқа, Евразиялық экономикалық одақ елдерінде бұрынғы тіркелген жері бойынша есептен шығарылмаған және осы себепті заңдастырылмаған автомобильдерге келетін болсақ, аталған автокөлік иелеріне оларды Қазақстан Республикасында 5 жыл мерзімге уақытша есепке қою құқығы берілетін болады. Ағымдағы жылдың 1 шілдесінен бастап заңдастыруға өтінімдерді қабылдау тоқтатылады және заңдастыру мерзімі ұзартылмайтынын ескереміз. Одан кейін